Ағылшын тілінде сөздер үйрену 5-ші сабақ. Осы сабақта біз 30 жаңа сөзбен танысатын боламыз, және сөздердің барлығы жеміс жидекке байланысты болады. Сонымен бастадық. Бірінші сөз fruit деген сөз жеміс деп аударылады, яғни барлық жеміс түрлерін fruit деп ағылшын тілінде айтады. Көбінде көпше түрде айтады, fruits, яғни жемістер деп жалпы жемістерді атайды. Келесі сөз apple деген сөз алма. Келесі сөз apricot, өрік немесе абрикос деп аударуға болады. Алмұрт деген сөзді ағылшын тілінде pear деп атайды. Plum алхоры болып аударылады. Peach шабдалы. Grape жүзім. Cherry шие, алша, черешня деп аударуға болады. Melon деген қауын. Ал watermelon деген қарбыз болып аударылады. Келесі сөз pomegranate, анар немесе гранат деп қазақ тілінде атаймыз, ағылшыншасы pomegranate болады. Persimmon құрма. Келесі сөз банана, банан. Orange деген апельсин. Ал мандаринді мандарин дейді, мандарин деп ағылшын тілінде айтады. Kiwi, киви болып аударылады. Pineapple, ананас. Lemon, лимон. Date, құрма. Fig, інжір. Raisin, мейіз. Prune, қара өрік. Berry деген жидек дегенді білдіреді, яғни құлпынай, таңқурай, қарақат сияқты жидектердің барлығын berry немесе жидектер деп berries деп атайды. Бірінші жидек түрін үйренейік. Құлпынай деген сөзді ағылшын тілінде strawberry дейді. Яғни мына berry сөзі қолданылады, strawberry деген құлпынай деп аударылады. Келесі сөз raspberry, таңқурай немесе малина болып аударылады. Келесі blueberry деген қара жидек немесе черника. Currant деген қарақат деп аударылады. Келесі басқа жеміс түрлерін үйренейік. Coconut деген кокос. Mango деген манго. Ал авокадо деген авокадо. Сонымен біз осы сабақта 30 түрлі жеміс жидекке қатысты сөздерді үйрендік, және оның оқылу транскрипциясымен таныстық, аудармасымен таныстық.